Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 128-ші сабақ одағай сөздер тақырыбын өтетін боламыз. 40-шы тапсырма өлеңді дауыс екпінімен ырғағын сақтап оқы. Қарамен жазылған сөздердің мәнін бет, бейне, қимылы арқылы көрсет. Асау тайым бермеді бой, ашу мені кернеді ғой. Ой, тарғыл жылан шақпады шақ, табанға сап, таптадым ақ. Ақ, шыбық алып ешкі қуып, шаршадым мен кешке жуық. Ренжітер бұл да ағайды, оқымадым одағайды. Қап. Өлеңнің авторы Қадыр Мырзали. Балалар, қарамен жазылған сөздердің мағынасына, тыныс белгілеріне назар аудар. Қарамен жазылған сөздердің барлығының тыныс белгілері леп белгісі және ерекше көңіл күймен айтылып тұр. Сөйлеушінің сөйлемде айтылған ойға қатысты әр алуан көңіл күйін білдіретін сөздер одағай сөздер деп аталады. Одағайлар сөйлемдегі басқа сөздермен байланысқа түспейді, сөйлем мүшесі бола алмайды. Бәрекелді, өнерлі бала екен. Ойпыр-ай, қауып алған жоқ па? 41-ші жаттығу берілген тақырыптардың бірін таңдап алып, диалогқа түс. Сөйлеу мәдениетін сақта. Балалар, бұл жерде бізде ана тілі арың бұл және де ана тіліңді құрметте деген екі тақырып берген. Осы екі тақырыптың біреуін алу керек біз. Біз бұл жерде ана тілің арың бұл деген тақырыпта диалог құрап жаздық. Бұл біздің нұсқамыз. Сіздер өз нұсқаларыңызды жазсаңыздар әбден болады. Олай болса, диалогымызды оқып көрейік. Айжан, сәлем Ермек, бүгінгі сынып сағатында ана тілің арың бұл тақырыбында талқылау болады екен. Қалай ойлайсың? Ана тіліміз неге біздің аружанымыз болып саналады? Ермек, сәлем Айжан. Меніңше, ана тіліміз біздің ұлттық болмысымызды көрсетеді. Тілімізді құрметтесек, өзімізді, халқымызды сыйлағанымыз. Айжан, дұрыс айтасың. Ана тіліміз арқылы біз ата-бабаларымыздың тарихын, мәдениетін білеміз. Ал оны сақтамау, өз тарихымызды ұмыту деген сөз ғой. Ермек, сонымен қатар өз тіліңде еркін сөйлей білу адамның өзіндік тұлғалылығын көрсетеді. Басқа тілдерді үйрену маңызды, бірақ ана тіліміз әрқашан бірінші орында болуы керек. Айжан, толық келісемін. Тілімізді таза сақтап, дұрыс қолдануды да ұмытпауымыз керек. Мектепте, үйде, достарымызбен сөйлескенде оны құрметтеп, дамытуға үлес қосайық. Мінекей балалар, біздің диалог осындай болды. Келесі 42-ші тапсырма берілген одағайларды қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Па шіркін, әттең, ойпыр-ай. Па шіркін, мына табиғаттың сұлуы қандай керемет. Әттең, кеш келіп қалдым. Керемет көріністі жіберіп алдым. Ойпыр-ай, мына жаңалықты естімеген бе едің? Мінекей балалар, біз берілген одағай сөздерді қатыстырып, осындай сөйлемдер құрап жаздық. Бұл біздің нұсқамыз, сіздер өз нұсқаларыңызды жазсаңыздар болады. 43-ші тапсырма сөйлемдерді одағай сөзі бар сөйлемге айналдырып жаз. Алақай, елбасымен кездесеміз. Бәрекелді, аға, мұныңыз жақсы ақыл болды. Қап, қарағым-ай, білмейді екенсің ғой. Әттең, ағылшынша еркін сөйлесем. Одағайлардан кейін қандай тыныс белгісін қойдың? Балалар, одағайдан кейін үтір және де леп белгілерін қойдық, Бұл міндетті. Келесі 44-ші тапсырма. Жаңылтпашты оқып, жатқа айт. Дәптерім дәптер-ақ еді. Жоғалтқан қап дер-ақ еді. Қажетке көп жарап еді. Әлі де көп жері ақ еді. Одағай сөзді тап. Балалар, бұл жаңылтпаштағы одағай сөз қап, Себебі өлеңнің авторының көңіл күйін айтып отыр. Қарамен жазылған сөздерді салыстыр, қайсысы сын есім, қайсысы шылау екенін дәлелде. Балалар, дәптерім дәптер ақ еді деген кездегі ақ сөзі шылау,
себебі дефис арқылы жазылып тұр. Және дәптер сөзін жекелеп, даралап айтып жатыр. Ал сын есім әлі де көп жері ақ еді деген кездегі ақ сөзі сын есім болып табылады. Шығармашылық үзіліс. 45-ші жаттығу. Ребусты шеш, шешуіндегі сөзді шылаулармен салыстырып, бір-бірінен айырмашылығын айт. Балалар, бұл жерде бізде алма берілген, ай берілген және де қайың ағашы берілген. Енді алмадағы бастапқы 2 әрпін аламыз, айдағы бастапқы 1 әрпін аламыз, қайыңдағы бастапқы 3 әрпін аламыз. Сонда бізде ребустың шешуі алақай деп шықты. Алақай сөзін шылаулармен салыстырғанда, алақай сөзі адамның ерекше көңіл күйін білдіретіндігі және де алақай сөзінде одағай болғандықтан басқа сөзбен байланыспайтындығын аңғарамыз. Ал шылаудың сөйлемде мағынасы жоқ, тек өзі тіркескен сөзге қосымша мән істеп тұрады. 46-шы жаттығу. Ұлттың болашағы ана тілінде деген тақырыпта сөйлеуге дайындал. Ол үшін бірінші, тақырып бойынша дереккөздерден мәлімет жина. Екінші, сөйлейтін сөзіңнің жоспарын құр. Үшінші, қолданылатын мақал мәтеліңді анықта. Төртінші, ойың дәлелді болу үшін мысал ізде. Бесінші, айтар ұсынысыңды тұжырымда. Алтыншы, сөйлеу барысында дауыс екпіні мен ырғағын сақта. Ишара мен одағай сөздерді қолдан. Олай болса, балалар, жоспарымызды құрайық. Жоспар бізде 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім кіріспе, екінші бөлім негізгі бөлім, үшінші қорытынды бөлім. Негізгі бөлім 2-де 1, 2-де 2 бөлімнен тұрады. Олай болса, бастаймыз. Кіріспе. Қадірменді тыңдаушылар, бүгін біз үшін маңызды тақырыпты сөз етпекпін. Ана тілінің ұлт болашағындағы орны туралы. Ойпыр-ай, ана тілінсіз ұлттың болашағын елестету мүмкін бе? Ана тілі ұлттық болмыстың айнасы. Шіркін, ана тіліміз арқылы ата-бабамыздың тарихын, мәдениетін сақтап келеміз. Тіл халықтың жаны, сөз халықтың қазынасы. Тілді сақтау ұрпаққа аманат. Әттең, кейбір жастарымыз ана тілінде еркін сөйлемейді. Тілдің отбасы мен мектепке қолданылуының нығайту керек. Тілді дамыту жолдары. Мектептерде ана тілінде қосымша үйірмелер ашу, жасөспірімдерге арналған қазақ тіліндегі фильмдер, кітаптар көбейту, ана тілінде сөз жарыстарын ұйымдастыру. Қорытынды. Ендеше, құрметті қауым, тіл бізді біріктіретін алтын көпір. Ал қолдау көрсетейік ана тілімізге, себебі оның болашағы біздің қолымызда. Осымен, балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.